Біріншіден тоник қалай жасалатынын көрсетемін. Осындай мына күрішті мен қазір борщқа салайын деп тұрмын. Бір кесе күрішті осындай ыдысқа салып, әуелі жуып аламыз. 2 рет жуып алдым күрішті. Сосын бір кесе күрішке 2 кесе су құямыз. Енді бұны жақсылап араластырып 1 сағатқа қойып қоямыз. Bir сағат өтті. Суымызды тоник есебінде пайдаланамыз. Мынандай ыдысқа құйып алсаңыздар болады. Ал күрішін тамаққа саласыздар.